1942 жылдың шілде айының соңында неміс әскерлері Кавказдың тау бөктеріне жетті. 15 тамызда олар ежелгі жанартау Эльбрус тауының етегіне дейін жақындады. Бұл тау Европаның ең биік шыңы еді. Эльбрус жазықтан 5,5 шақырым биіктікке көтеріліп тұрған алып тау еді. Немістер оны бағындыру үшін Эдельвейс тау атқыштар дивизиясынан 18 әскери альпинисті жіберді. Шыңға шығуды капитан Хайнс Грот басқарды. 1939 жылы соғыс басталмай тұрып, Грот Эльбрус шыңына көтерілді. Сол себепті оған апаратын тау жолдары мен асуларды жақсы білген. 17 тамыз күні 4000 метр биіктікте адам аяғы баспайтын мұздықтар мен қар жамылған